достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге жүрек қан тамырлар ауруларын алдын алу үшін 4 қана нәрсені жасасаңыз болды. Бірінші, ол дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану арқылы өз денсаулықтарыңызды артық салмақтан арылу арқылы, ішек құрылысын реттеу арқылы, қан тамырларды тазарту арқылы жақсы нәтижеге жетуге болады. Екінші, қимыл қозғалыста болың. Әрқашанда қимыл қозғалыста болатын болсаңыздар, қан тамырларыңыз әрқашанда таза болады. Үшінші, уақытылы диагностика жасау. Егер сіздерде шағымдар болса, жүрек тұсында ауру сезімі, бас ауруы болсын, шум болса құлақта, қандай да бір симптомдар болатын болса жүрекке қатысты, онда міндетті түрде диагностикалаңыз, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз, емханаға көрініп тексерілу керек. Төртінші, жаман әдеттеріңізден арылыңыз. Жаман әдеттерге темекі шегу, арақ ішу, ішімдік ішу, сондайлар жатады, олардан арылуға тырысыңыз, өйткені олар қан тамырларының сау болып есептеледі. Парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.